Қарғалар отбасы. Ертеде бір Қарғалы деген ауылда ежелгі заманнан салт дәстүрін сақтап келе жатқан бір Қарғалар отбасы өмір сүріпті. Олар сондай ақылды, дана, әрі парасатты болыпты. Әр апта сайын бір ошақта барлық қарғалар туысқандары қария қарғаның әңгіме ертегілерін тыңдауға келіп бас қосады екен. Құзғын қария ата тегінен келе жатқан қызықты да шытырман, оқиғалы шығармаларды қисынын қиыстырып, майын тамызып айтып бергеннен мүлдем жалықпайды екен. Жалғыздың күні шықпайды, жалғыз қарғаның үні шықпайды демекші, құзғын қария әрдайым туған туысқанның басын қосып, жалғыздықтан жасып, бірліктікті, бауырлылықты, демеушілікті насихаттайтын. Сұрақтарына жауап іздеп шөлдеген бүлдіршіндердің де құмарын қандырып, білімге одан бетер құштарландырып жібереді екен. Күндердің бір күнінде маусым айының аяғына қарай қалың бұршақ аралас жаңбыр жауып, найзағай жарқылдап, жер дірілдеп, күн күркірейді. Қарғалы ауылындағы барлық тіршілік иелері ұяларына тығылып, жан жаққа шапшаң тарап үлгереді. Балапанын қорғамақ болған ақ көгершін ана қанатымен өз баласын барынша күрмеп, барынша жабады. Уыстай үлкен бұршақтарға қабырғасы төтеп бере алмаса да, балапанын құшағына қысып, бар тәнімен қорғаштаумен болады. Күн айығып, табиғат тыныштала бастағанда, ақ көгершін ана басын көтеріп, қанаттарын самғайын десе, қанаттары қимылдан қатты ауырсынып, самғауға шамасы келмей, қатты қынжылады. Қанаттарының сынғанына көзі жетіп, балапанына телміре қарап, дәрменсіз қимылдарына әбден қиналады. Оны байқап қалған қарға балапандары қасына ұшып келіп, көмек беруге тырысады. Сонда ақ көгершін ана былай дейді: «Қарақтарым, қарғаларым, менің ендігі қауқарым бітті. Мына менің шағалағымды сендерге аманат етейін», дейді де құшағындағы балапан көгін қарғалар балапандарына тапсырады. «Аманатқа қиянат етпейміз, ақ көгершін ана», деп қарға балапандары көгершіннің көгін көкке көтеріп ала ұшып, бірден құзғын қарияға ұша жөнеледі. Қария оларды алыстан байқап қалып, ұясын дереу дайындап, мамығын жайып, серпіле қарсы алады. «Ата, көгершіннің көгін сізге алып келдік. Енді не істейміз? Сізден білейік деп шештік. Анасы қалың бұршақ астында қалып, қанаттары сынып, өмірі қыл үстінде балапанын бізге аманат етті», деп зарлы дауыспен қарлығып, аянышты екпінмен әрең жеткізеді. «Әрине қарғам, әбден дұрыс жасадыңдар. Ақылдарыңнан айналдым. Бері әкеле ғой, жақсылап тамақтындырайық. Көмейі ашығып, тамағы қылтиып қалыпты тіптен», деп құзғын мейірлене қамқорын көрсетеді. «Ата, құшағыңыз қандай кең еді, бүкіл әлем сиятын», деп емірене құшақтады үлкен немересі. «Әй, көзімнің қарашығы, мейірімді қарғам-ау. Білем, ыстық жас өмірдің құшағы. Сол құшақтың жетер бізге күш әлі. Сезіктенбе, сәл ауырса бауырың, ол тас бауыр еместіктің нышаны. Бір аспанда бірге қалықтап ұшқан қандастарымызға бауырымыз езілмесе, тастан не айырмашылығымыз болады? Мамықтарым менің, сендер өте дұрыс жасадыңдар. Қанеке енді, ауылдағы адамзатқа дереу хабарын беріңдер. Ақ көгершін анаға шол адамзаттың көмек керек», деп бұйырды атасы құзғын қарға немерелеріне. «Бірақ бұл хабарды адамдарға қалайша қарға тілімізбен жеткіземіз?» деп таң қалды кіші немересі Қабай. «Қарақтарым, естеріңде ме? Менің қос ішек атты аңыз ертегім». «Я, әрине, есімізде», деп жауап берді қарға балапандары. «Сол ертегіде бұл мәселенің жауабы бар. Осы ауылдың төменгі бөктерінде Бестай деген күйші жігіт тұрады.
оған мына шектерді алып ұшып тезірек барыңдар, жеткен соң аңызда айтылғандай амалын табыңдар, деп қанатын қағып жол нұсқап жіберді құзғын қарға атасы. Қарғалар қарқ етіп зымырап, ұшақ бейнесіндей тізіліп, нұсқаған бағытқа қарай беттеді. Қабай әлі де түсінбестен, қос ішек, ол қандай аңыз ертегі? Менің есімде жоқ екен, деп сұрады тамсанып. Үлкен немересі Торы, ол ертегіні атамыз сен тумай тұрып бізге айтып берген, деді қызықтырып. Маған да айтып берші, деп өтініп сұрады Қабай. Жарайды, тыңдар құлаққа алтын сырға, деп ертегісін бастап кетті. Бірінші бөлімнің соңы.